Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы роботтехниканың тарихы және оның келешегі. Оқу мақсаттары робототехника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктеріне мысал келтіру. Робот дегенде біздің көз алдымызға көбінесе ғылыми фантастикалық фильмдер мен кітаптарда бейнеленген роботтар келетіні сөзсіз. Атақты америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың 1950 жылы жарық көрген «Мен роботпын» ғылыми фантастикалық әңгімелер жинағында алғаш рет роботтехниканың 3 заңы тұжырымдалған. Олар: бірде-бір робот адамға залал келтіре алмайды немесе әрекетсіздігімен залал келуіне жол бермейді. Екінші, бірінші заңға қайшы келмесе, робот адамның барлық бұйрықтарын орындауы тиіс. Үшінші, бірінші және екінші заңдарға қайшы келмесе, робот өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Робот бүгінгі таңда фантастика емес, шындыққа айналған дүние. Оған кір жуғыш мәшине, авиалайнер және мина тазалаушы сияқты көптеген мысал келтіруге болады. Бүгінде робот біздің өміріміздің түрлі салаларына еніп кетті. Олар ғарышқа ұшады, басқа ғаламшарларды зерттейді, әскери мақсаттарда қолданылады. Роботтехника тарихы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі атомдық өндірістің пайда болуымен де байланысты. Роботтың әлем мойындаған туған күнін 1966 жыл деуге болады. Бұл күні Лавочкин атындағы мәшине құрылыс зауытында алғаш рет Луноход 1 роботы жасалды. Луноход 1 роботы 1970 жылы автоматты станциялар құрамында ай бетінде сәтті жүріп өткен тарихтағы алғаш аппарат. 60 жылдардың басында ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінде механикалық қолмен жабдықталған әмбебап машинасы құрылды. Ол өндірістік робот деген атаққа ие болды. Роботтардың даму тарихын қазір 3 буынға бөліп қарауға болады. Бірінші буынға программа көмегімен басқарылатын роботтар жатады. Ондай роботтар негізінен белгілі бір қатаң кодталған операцияларды орындауға арналған. Алғашқы программалық роботтар 1960 жылдары өнеркәсіпте қолданылды. Бірінші буындағы роботтардың қолданылу аясы кең. Бұл роботтар станоктарға, пештерге, престерге, өңдеу желілеріне, дәнекерлеу, құю мәшинелеріне және тағы басқа қызмет көрсету үшін сәтті қолданылды. Бірақ бұл роботтар адамның араласуынсыз, толықтай тәуелсіз жұмыс істей алмайды. Осы және басқа да шектеулер роботтардың келесі буынының пайда болуына жол ашты. Екінші буынға сезімтал роботтар жатады. Бұл роботтардың алдыңғы буыннан айырмашылығы, олар сыртқы сенсорлық датчиктердің едәуір үлкен жиынтығымен қамтылған. Сонымен бірге робот денесінде қол немесе аяқ түріндегі сенсорлар пайда болды. Қазіргі кезде су астында жүзетін роботтар, ғарыш роботтары, әскери немесе медициналық мақсаттағы роботтар сияқты екінші буын роботтары кеңінен қолданылуда. Үшінші буынға ақылды немесе зияткер деп аталатын роботтар жатады. Роботтардың бұл буыны басқару жүйесінің күрделілігімен және жасанды интеллектімен ерекшеленеді. Мұндай ақылды роботтар адамның іс-әрекеттерін модельдеу үшін ғана қолданылмайды. Сонымен бірге олардың зияткерлік қызметін автоматтандыруға, яғни зияткерлік мәселелерді шешуге бағытталған. Болжам бойынша алдағы уақытта жасанды интеллектісі бар дербес робот пайда болады. IBM компаниясы Blue Brain жобасы арқылы 4-5 жылдың ішінде нақты виртуалды ми құру бағытында жұмыс істеуде. Егер жоба сәтті орындалса, онда жақын уақытта адам миының қызметін толық атқара алатын жасанды интеллект пайда болады. Ондай жағдайда адамдар үшін роботпен қарым-қатынас жасаудың белгілі бір этикалық ережелері қажет болады. Дербес роботтың пайда болуы адамдардың өмірін жеңілдетеді деп күтілуде. Әсіресе дербес роботтың көмегі медицинада ауруларды, әлеуметтік салада жалғызбасты қарттарды күтуге, білім саласында балаларды оқытуға керек-ақ. Адамдар үшін роботтың гуманоидтық келбеті болуы маңызды. Адамдар роботтың адамға ұқсауын, мимикасы, оның қимылы мен іс-әрекеті болғанын қалайды. Робот жақсы да, жаман да бола алмайды. Ол тек роботты басқарып отырған адамға ғана байланысты.